Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым, сіздер білесіздер, мен Дорамарин дәрумендер кешенін балаларыма беріп жүргенімді. Жақында Дорамарин клиникалық зерттеулерден өтті. Зерттеулер Алатау балалар клиникалық орталығында өткізілген болады. Мінекей қолымда көріп тұрғандай. Бұл зерттеуге 3 жастан 14 жасқа дейінгі созылмалы бронхитпен ауыратын 44 бала қатысты. 20 күн бойы балаларға 3 реттен Дорамарин табиғи дәрумен кешенін берілді. Зерттеу нәтижелері бойынша Дорамаринді қабылдау кезінде ішектің тазаруы жақсарған, балалардың тәбеттері мен ұйқылары реттелген. Олардың шаршау сезімдері төмендеген, тері бөртпелер кеткен және де құрғақтығы жойылған. Сонымен достар, Дорамариннің балаларға мүлде қауіпсіз екені және ешбір жанамақ әсерлері жоқ екені дәлелденген.